Мана әркім өзін интеллигент деп тұтасы келейін. Шылай бет, әрбір нәрседе интеллигентлік бар. Белгілі бұл интеллигент деген сөзге нешік мағына берге? Оқыған кіші интеллигент ма? Айтек, мына профессор, зор, портфель білән. Айы, студенттарға лекция оқый, әмш, үйге қайтада қатының қайнай. Қайтышта интеллигентлік. Қапма қаршылықтар бек көп жәмәғат бұл дүнжада, һәм шуңа күрә мен сезге қайбір кеңешлер бересім келе, міне мұнда сіз мен кіші отырасыз еме, әрбіріңізді өзіңізді интеллигент етіп тұтасыңыз керек, әрбіріңізді өзіңізді ең бүйек кішіттіріп, аның бірінші түп законы өзіңні тұта білу. Әр уақыт ғауда түз болырға тиіш. Кішкіне гіне міне менекі сыман құрсағыңда болса іш шыдай бәт. Екі шарасында айырылып тұр башыңны түбәнейме, міне, интеллигент түгілмекен бұл деп ұжы қарай шақлар. Шундан соң енді қазір сен сөз сөйлерге алынасың, түрлі жерлерде сөз сөйлені шылай бет. Өзіңнің ішінде, конторыңда, подчиненныйларын қаршында, үйде, сессияда, һәм башқа шындай фәнни конференцияларда сөзіні башта ансат қана сөйлеме, кіші сөйлегенні тыңлаптар. Сөйлейлер. Сенің әр уақыт сенен үстін интеллигент бір хужаң бола. Шуның көзіне қарап отыр. Аха дейсің, тігі сәлем сөйлеген шағында мұның құйы қашлары жиырылды. Көзлері қысылды демек, мұны мақтарға жарамай, сукарға керек. Қазір екінші бірші шығып сөйлей, тігінің ауызы жарылды, сенің хужаңның тыңлай рахатланып, мақтарға бола. Мына шушылай тұрып, сен өзіңе түл жиып отыр да, сыңыннан шық сахнаға, һәм башқа керек бір трибун артына, һәм енді бәріне хужаң тілеген сөзлерінігіне, һәм арасында пауза ясарған ұтма. Пауза ол ең зор ұсталық. Сенің нәрсе айтарға тілегенлігіңе бір кім білмей. Қарап тұрасың залған ендір бір сөз айткеннен соң, 1 минут, 2 минут зал тыптын. Күтәлер, әркім өзінікін ойлай. Әркім өзінің интеллектін енді зорлыққа жеткен шул дәрежеде ойлай. Һәм міне сен шуны ұзып кеткеннен соң, өзіңнің фикіріңнің бәлки шулайрақтыр деген бір жеңіл шәгіне жымлы біләңгіне жымғақлап қой. Бір қайшан да үзіп әйтмә. Әйтәсім келе деп әйт. Әйтәсім келе деген сөз әлі ол әйттім деген сөз түгіл бит. Міне радио телевидениен ашсаң, бик көп колхоз председательләре, главалар шулай сөйлей. Міне менің әйтәсім келе. Әйтәсі келгеш әйткән сакан есінде, вақыт жеткендір бит енді. Жоқ олан әйтмей. Чөнки аның хужасы әйтергә мөмкин, сен теге вақытны дұрыс әйтмәдің бит деп. Ол шағынданың көзірі бар, мен бит әйттім деп әйтмәдім, әйтәсім келе деп кін әйттім дей. Міне интеллигентның бәйі башы эшләү, міне шушыннан башлана енді. Hamda endi senimi kunlardan bir kunni şuşlay aqıllı ekanini bilib alğaç, seni начальник etib qo'ydilar. Senga mashina beralar, ham şoför beralar. Şoförüngni bir qachonda o'zingdan buyuk nolirga yaramay. Sendan bir ikki boshqa tabanagirak bo'lsin, qashig'iroq bo'lsin, ham miskinroq kiyinib yursin. Agarda u sendan buyukroq, ham sendan shabroq kiyinib yurar ekanmi, hozirgidagi qora tunlarni kiyib yurar ekan, ul sening şoförüngni sen deb o'ylab, aning bilan esindashirgan mumkinlaring birinchi. Ol bu talırga mümkün. Sen kilip şıkkan sen ol kilip şıqadar oldan emi. Hoca kilgen ekan, isəminsiz deyip degenim qaysan nəşələr. Ol tege miskin bələkəyinə şoför şunda qala ol. Maşinadan çıqu cəmağat. Ol in tübəy bir. Maşinadan çıqa bilu. Buna sen kilip toxtadın. Nendidir bir kantor qarşısına. Adigine bügülüp miskin bulup aşığıp çıqarga yaramay. Toxtab bitsin maşina. Kütsinlər ələ bir. Canmay bit. Akırıngına çıq. Avdanını tüz itip tutup çıqasın. Hem jirengen kıyafettegine iki barmak bilengine maşina işigine şulayğına aytasın mı? Akırıngına kırıp gitasın. Mana intelligent. Mana bütün şaqqataşa qarau işitmenişik yaptı. Qanday endi sen ulg'ayib ketding deymi, hozir sen endi zo'r bir yosh darajadagi kishi, sening kun sayin sessiyalar, plenumlar, konferensiyalar olar bit ming turli deymi, turli yig'ilishlar o'tirishga kerak, no ko'z ochiq bo'larga tegish. Ko'zingni ochgan kelishjiqlarga ayran. Chunki ul sessiyalarda ham ul yig'ilishlarda har kun bir so'zni shaynilar. Ozag'indagina ko'zing ochasың da deb tamoq qirib qo'yasan, ham butun kishi o'ylay. Bana aşağı bitmedi bu gaydi. Hem irtega tağı jığılalar. Indi de cemaat intelligent bulgaçanın pek köp neleri var bana aytik. Her kişide 2000 var deyip yaza taktaşıyım. Yok, 2 min tugul, 5 hatta 10 min bulurga mümkün. Aytik sen imi iyinde, hatının canında 1 min. Hadir iden çıkıp gittin, ışığa vardın, sen 2 min. Seni tanımasqa mümkünler.
Чөнки сені хатта хатының да танырга тиеш түгел. Син эштә чагында. Хәзер инде син шуннан соң име Сияркә янына бардың, син инде өченче мин җан кисәгемәе. Хәзер син хуҗаң янына барасың име? Хуҗаң янында син 4нче мин. Хәзер сиңа хуҗаң әйтә, синең иң якын дустың турында кыстады. Шоты Мен аша бітмейді falan Кешада өзің нашар тұтты, тегешіні да бен сиріне дейткілі башламаған. Сен сүйесің, сен өмір бойы 25 жыл, сенің достыңны қорлай. Сен нақ хуҗаң айтқан шай дұрыс, соңғы уақытта мен де сезем бұзылып рак тұрашыл деген. Міне хуҗаңның жүрегі решек, балажестей. Деген екінші күндіштен өвеліне айталар емен, нақ сен қаласың. Һәм теге чырага әйтәсең, "Ну, малай, кичә сине шунда шеф белешкән. Малай, якладым, но яклый алмадым" дисең. Тегенең каршында да әйбәт. Менә шуңа күрә име кешедә бик күп миннәр бар. Менә шушы миннәрнең барысында тотасың икән, син инде интеллигент кеше. Но инде интеллигентның тагын бер хикмәт ягы бар, җәгатьләр ул инде кунакка җыри беләү. Бик интеллигент кешене гадәттә бик яшь кунакка чакыралар. Кирәге дә, кирәкмәсе дә, чөнки нәрсә булса тамар дип уйлыймыз икән. Шушыны гына чакырсам хатыны белән, квартира алырым, теген алырым, моны алырым, долларны менәр иде. Теләсә кайда беренчедән барырга тиеш түгел. Инде барасың икән, инде ризалык биргәнең икән, бер кайчан да вакытында барма. Ярты сәгатькә соңга калып килеп кера интеллигент кеше. Чөнки иметтәге бөтен мәҗлесендә ишеп, аптырашып, инде нәрсә сөйлек микән дип торганда, син килеп кергәч бөтенесенең йөзләре ачыла. Юбиләрне оныталар һәм сине генә кич буе мактыйлар. Менә шуңа күрә интеллигентның хикмәте шунда. Һәм ул мәҗлестән китә белү дә бик дөрес хикмәт. Бер кайчан да загына кадәр утырмаймы. Бер вакытын сизеп алгач, инде хәзер теге галстуктан тартыш башлангач, һәйбәтләп теге лапша белән китереп сылагач, исә тортны синең алдыңа төшергәннән соң тизрәк ышкынырга кирәк. Менә шул чагында инде син хуҗалар каршында бүйек бер шәхес булып калачаксың. Әйе, менә диләшәкләр хуҗа, менә бит инде интеллигент, теге хайванны име кышка машинага төртеп тыктык. Бит ул интеллигент, ул ничек вакытында китә белде дияшәкләр һәм син алып килгән име 3000 тәңкәлек чәчәкне 3 литрлы банкадан алып, хрусталь вазга утыртып куячак. Һәм ömür буе сине онытмаячак. Менә шушы кагыйдәләрне һәм тагын әле шактый күп кагыйдәләре бар аларның үтәсәгез җәмәгать, сез барыгыз да интеллигент булырсыз.